Сіздермен 9-шы сынып оқушылары, бүгін біз 34-ші жаттығуды орындаймыз. Есепті толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп отырыңыздар. Так, енді бастайық. Бірінші есепте бізге кернеу берілген, яғни 2 кернеу берілген, 4,2 киловольт және 420 вольтте рентгендік сәулелер пайда болады ма дейді. Осы 2 кернеуде. Яғни біз қазір кернеудің жиілігін табамыз, және де сол жиілік осы диапазонның арасында болатын болса, яғни 2 диапазонның ортасында болатын болса, онда рентген сәулелену пайда болады. Ал егер бұдан аз немесе көп болса, мынау шамалардан, онда ол пайда болмайды. Соны дәлелдейміз. Так, қазір бізде кернеу бірінші ол 4,2 киловольт. Бұл 4,2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі вольт береді. Кернеу 2 бізде 420 вольт. Бізге керек электрон бұл 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі кулонға тең болады. Және Планк тұрақтысы. Бұл тұрақты шама 626 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі джоуль көбейтілген секундқа тең. Енді біз жиілік 1-ді және жиілік 2-ні табамыз. Жиілік 1 және жиілік 2-ні табамыз керек. Формуласы EU тең болады H мю. Бұның барлығы фотон энергиясына тең. Яғни осы 2 энергияны теңестіру арқылы мюді табамыз. Яғни мю тең болады EU бөлінген H-қа. Енді жиілік 1 үшін жазамыз, ол EU1 бөлінген H болады. Сонда электрон бізде 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі көбейту. Мына жерде кернеу, бірінші кернеуді аламыз. 4,2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлеміз. H тұрақты 6,626 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі. Сонда тең болады 10-ның 18 дәрежесі герц шығады екен. Бұл диапазон, мынау 2 диапазонның ортасында тұр, я. Оның 18 дәрежесі мынау диапазонның ортасында болғандықтан бұл жерде пайда болады, рентген сәулелену пайда болады. Екінші мю 2-ні табамыз, дәл осы формула бойынша, бірақ кернеу 2-ні алынады. Сонда 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі көбейту 420 бөлінген 6,626 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі. Тең болады 10-ның 17 дәрежесі герц. Яғни бұл да осы диапазонға, мына жақтағы диапазонның ортасында тұр. Яғни ішіне кіреді. Сол үшін бұл жерде де болады. Яғни бұл жерде де рентген сәулелену байқалады. Енді қай жағдайда сәулелер өткір болады? Қарап тұрсақ, бізде мю 1 ол үлкен мю 2-ден, яғни жиілік 1-іміз жиілік 2-ден үлкен. Сондықтан жиілік 1 өткір болады. Ал енді екінші есепті шығарамыз. Жиілігі 19 дәрежесі герц, рентген сәулеленің толқын ұзындығын табуымыз керек. Жиіліктің формуласы бойынша бізде С бөлінген лямбдаға тең. Енді осыдан толқын ұзындығын табамыз, яғни С бөлінген мю болады. Осының мәнін орнына қояйық. С дегеніміз жарық жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі бөлеміз 10-ның 19 дәрежесі. Сонда 3 көбейту 10-ның минус 11 дәрежесі метр шығады. Үшінші есепте ғарыш кеңістігінде энергиясы 10-ның 6 дәрежесі электровольт болатын ағын шығады дейді. Олар протондар дейді. Протонның массасы 1,67 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі килограмм. Енді жылдамдықты табуымыз керек. Жерде біз электровольт берілген, соны джоульге айналдыруымыз керек. Ол үшін 10-ның 6 дәрежесін электронға көбейтеміз. 10-ның минус 19 дәрежесі электронның мәніне көбейтеміз. Сонда бізде шығады 1,6 көбейту 10-ның 13 дәрежесі минус 13 дәрежесі джоуль қалады. Енді кинетикалық энергияның формуласы бойынша mv квадрат бөлінген 2-ге осы жерден жылдамдықты табамыз. Жылдамдықты табу үшін энергияны 2-ге көбейтіп массаға бөлеміз. Сонда мәндерін орнына қояйық. В бізде тең болады 2 көбейту 10-ның 2 көбейту 1,6 көбейту 10-ның минус 13 дәрежесі бөлемін масса 1,67 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі. Бұның барлығы түбірдің астында. Сонда тең болады түбірдің астында
1,91 көбейту 10-ның 14 дәрежесі қалады. Осыны түбірден шығаратын болсақ, 1,38 көбейту 10-ның 7 дәрежесі метр секунд табу керек миуді. Жиілікті табу үшін біз энергияның формуласына қоямыз, яғни H миу деген. Осы H миу деген формуладан миуді табамыз, яғни ол үшін энергияны H-қа бөлеміз. H дегеніміз бұл бізде Планк тұрақтысы. Сонда миу сонда тең болады. Энергия 1,6 көбейту 10-ның минус 13 дәрежесін бөлеміз 6,626 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесіне. Сонда тең. Ал енді үй жұмысын орындайық. Жиілігі 10-ның 17 герц рентген сәулесінің толқын ұзындығы жиілігі 10-ның 19 герц рентген сәулесінің толқын ұзындығынан неше есе артық дейді. Яғни біз толқын ұзындықтарын салыстырамыз, оның қатынасын табуымыз керек. Жалпы жиіліктің формуласы бұл S бөлінген лямбдаға тең болады. Осы формуладан толқын ұзындығын табатын болсақ, S бөлінген миу болады. Енді осыны жеке-жеке лямбда 1, яғни толқын ұзындығы 1 және толқын ұзындығы 2 ретінде жазып шығамыз осы формуланы. 2 тең болады S бөлінген миу 1 бөлеміз S бөлінген миу 2 болады. Сонда бұл жерде бізде 2. Енді осы 2 алымын және бөлімін ықшамдаймыз. S бөлінген миу 1 көбейту болып мынаны төңкеріледі. Миу 2 бөлінген S. Сонда бізде осы 2 сылар қысқарады, өзге мәндері тең. Сонда миу 2 бөлінген миу 1 қалады. Миу 2 мәні ол 10-ның 19 дәрежесі, бөлеміз 10-ның 17 дәрежесі, сонда 100 қалады. Яғни 100 есе артық деген сөз. Жауабы 100 есе артық. Енді екінші есепте телевизиялық түтіктің электронды сәулесінің электрондары экранға жетіп тоқтайды. Бұл жағдайда рентгендік сәулені пайда бола ма дейді. Жауабы иә, пайда болады. Енді үшінші есепте терапевті түтікшедегі рентген сәулелерінің ұзындығын анықтаңдар дейді. Яғни толқын ұзындықты анықтауымыз керек. Бізге кернеудің мәні берілген. Енді екі энергияны теңестіреміз. Бұл H бөлінген лямбда, бұның екеуі де энергияны береді. Осы мына екі энергиядан толқын ұзындығын анықтап аламыз. Толқын ұзындығы сонда бізде тең болады H бөлінген E-ға. Енді мәндерін орнына қоямыз. H дегеніміз бұл Планк тұрақтысы 6,626 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі, көбейту S бұл жарық жылдамдығы 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі береді. Бөлеміз электронның 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі, көбейту 400, мына жерде 400 киловольт қой, бұны біз вольтқа айналдырсақ 4 көбейту 10-ның 5 дәрежесі вольт болады. Сонда мына жерге біз көбейту 10-ның 5 дәрежесі деп жазамыз. Сонда 3,1 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі метр. Жауап осы.